Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін ипіңіздің қарызы бар ма жоқ па соны тексеруді көрсететін боламын. Ол үшін Google аккаунтқа кіреміз. Осы жерге KGD Gov деп жазасыздар. Осы жерде бірінші шыққан ссылкаға кіреміз. Одан кейін сәл төменге түссеңіздер, мына жерде жазылып тұратынмын. Налоговая задолженность деп. Осының үстін басамыз. Одан кейін осы жерге ин жазатын боламыз. Одан кейін я не робот дегенді басып, осы жердегінің тапсырманы орындап, далені басамыз. Одан кейін получить результат дегенді басамыз. Қарасаңыздар, менде ешқандай задолженность жоқ, 0,00 теңге. Осы жерде бір сумма көрініп тұрса, демек сізде қарыз бар деген сөз. Ол қарызды тез арада төлемесеңіз, сіздің шотыңызды блокқа қояды.